Қайырлы күн оқырман және желі пайдаланушылары. Өңіріміздегі талантты, дарынды балалардың өнерлерін насихаттау мақсатында, сондай-ақ Кикстар жобасы аясында Олимпиадалық резервтік облыстық мамандандырылған мектеп-интернат колледжінің 10-шы сынып оқушысы Русланұлы Ақсұңқармен сұхбаттасатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Ауыр атлетика әртүрлі салмақ дәрежесіндегі ауыр зат көтеріп, күш сынасатын спорт түрі. Ауыр атлетикадан ең алғашқы жарыс 1860 жылы ақш-та өтті. Олимпиада ойындарының бағдарламасына 1896 жылы енгізілді. Жас спортшы Русланұлы Ақсұлтан Жамбыл облысының ашық чемпионатында бірінші дәрежелі, Жамбыл облысының ашық чемпионатында бірінші орын иеленіп, халықаралық жарыстан бас жүлде иегері, республикалық оқушылар арасынан екінші орын жеңімпазы. Салауатты өмір салтына арналған ауыр атлетикадан жүлделі орындар бас жүлде иегері болып жүрген Русланұлы Ақсұлтан. Ақсұлтан, қош келдің. Саған қоятын бірінші сауалым, осы спорт түріне қалай келдің? Бұған ата-анаң әсер берді ме, әлде достарың ба? Менің бұл спортқа келуіме себепші болған ата-ана мен ағайлар. Осы спорт интернатқа бар екенін біліп, құжаттар жинауға келген кезде спорт түрлерін айтты, және де соның ішінде осы ауыр атлетика спортын таңдадым. Ауыр атлетика саған тек күш емес, мінез-құлық пенен шыдамдылықты да үйретеді. Сенің ойынша осы спорттан алған ең үлкен өмірлік сабағың қандай? Менің бұл спорттан алған ең үлкен өмірлік сабағым шыдамдылық пен төзімділік. Себебі темір көтергенде шыдамдылық пен төзімділік көбірек керек болады. Рахмет. Кейде жаттығуда шаршауменен сәтсіздік болады. Сол уақытта қалай жеңесің, соған қалай төтеп бересің? Жаттығуларда сәтсіздік болған жағдайда ағайыма барып, қандай жерлерде дұрыс болмай жатқанын сұрап, сол жерлерде дұрыс болма, қандай жаттығулар істеу керектігін сұрау арқылы жаттығуымды одан әрі жақсартамын. Рахмет, жарайсың, Ақсұлтан. Келесі сауалым, өмірде өзіңе кімді үлгі тұтасың өмірде? Өзімнің әкемді үлгі тұтамын. Себебі әкем өте шыдамды, мықты, білімді адам болған. Сол әкеме ұқсап, сол секілді өте шыдамды, білімді адам болған. Жарайсың, Ақсұлтан. Келесі сауалым, егер саған таңдау берілсе, Олимпиада чемпионы болу ма, әлде балаларға жаттықтырушы болу ма? Бұл сұраққа екі бірдей жауап бере аламын. Себебі Олимпиада чемпионы болсам, чемпионы болып балаларды дәріптеуге болады, немесе спорт болған әртүрлі жол болады. Олимпиада чемпионы бола алмай қалған жағдайда балаларды тәрбиелеуді қолға алатын едім. Себебі өзім істей алмаған істі басқа балаларға өзімде бар білім арқылы сол балаларды чемпион болып шығуға дәріптейтін едім. Рахмет, Ақсұлтан, қайда жүрсең де жолың ашық болсын, сәттілік тілеймін. Саған соңғы сауалым, мектепте қандай үйірмелерге қатысасың? Білім жағынан қарастыратын болса, қаншалықты кітапханаға жиі барасың? Соңғы оқыған қандай кітаптарың бар? Мен Қонаев кітапханасында жиі барып тұрамын, және де ол жерлерден кітаптарды алып кетіп тұрамын. Мен де соңғы оқыған кітаптардың ішінде ең жақсысы маған Абайдың қара сөздері мен Абай жолының бірінші tomы болды. Және де мен осы үйірмелер жағына қарасатын болсақ, мектептегі іс-шаралар болады, соның ішінде Абай рөлін сомдаған. Және де соңғы оқыған кітаптардың ішінде ең қатты Абай жолына келген өзіме ұнағаны Зейнеп Ахметовтың Күре тамыр кітабы. Ақсұлтан, рахмет, өте тамаша. Тек спорт түрінен ғана емес, білім жағынан да осал емес екенсің. Саған тек сәттілік тілейміз, алар асуларың, биік шыңдарың көп болсын. Рахмет. Ақсұлтанның жетекшісіне сұрақ қойсам, Ақсұлтаннан болашақта қандай үміт күтесіз? Қазіргі таңда Ақсұлтан дейтін жастар арасында 13 жасқа дейін Қазақстанға дайындалып келе жатыр. Егер содан орын алып үміткер болса, болашақта Азия әлем чемпионына үміткер болады. Келесі қояр сұрағым, Ақсұлтан басқа балалардан қалай ерекшеленеді? Ол жағын айтатын болсақ, қазіргі таңда бір тренер болғаннан кейін балалардың бәрі бір тренердің айтқанымен бір тәрбиесімен жүреді да, оған бөлектенеді деген айта алмаймын да. Ерекше мінездерін айта алмаймын. Себебі 90% балалардың бәрі бір тренердің артында жүргеннен кейін бәріне бір мінез болады, тәрбие. Рахмет, сауалыңызға рахмет. Құрметті оқырман және желі пайдаланушылары, сіздердің де таланттарыңыз бар болса, бізге дайректке жазыңыздар.
біз сіздерге кері байланысқа шығамыз. Назарларыңызға көп рахмет.